Сәлем достар, кезекті видеода мен Фабилик компаниясының 20 миллион лотереясына қатысу үшін личный кабинеттен қалай картаны активировать ету керек, соны туралы айтып өткім келіп тұр. Личный кабинетіңізге через браузер кіресіздер. Содан кейін міне үшінші значокты басасыздар, купоны карты деген. Міне бастық. Сол жерде мега акция миллион рублей деп тұр. Доступно карточек 21 штук, яғни 21 штук осы консультантта бар деген сөз. Содан кейін төмен түсетін болсаңыз прокруткамен міне карточкалар тұр. Яғни карточкалардың өздерінде бөлек скидкалар бар. Міне көріп тұрсыздар ғой, для ванной душа 45% скидка, яғни 17-ші каталогта бұл консультант ала алады. Мына қызылмен тұр ғой, активировать бонусные карты деген. Міне басамыз, активировать бастық, көрдіңіз, активировано деп шықты да. Ары қарай. Так, келесі карточкаға барамыз. Міне активировано 2 штуки деп шықты. Так, сіздерге түсінікті болу үшін мен мына жерден көрсетіп өтемін. Міне активировано, міне бәрі шығып тұр. Ары қарай келесі карточкаға барамыз. Ол жерде міне былай деп тұр, да. Так, декоративная косметика 40% скидка, тоже 2 карточкасы бар. Басамыз. Міне карточка активировать. Міне активировано деген жазу шықты, қыздар. Міне осылай барлық карточкаларды активировать етіп шығамыз. Міне тізімді ашу үшін раскрыть дейміз. Міне барлық карточкалар шықты. Барлығын солай басып шығу керек лотереяға қатысу үшін. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Миллиондарды ұтып алыңыздар.